Ey Nursultan, Munay Свет, temir jol, bärin berdik şetelge. Bayqoңurday alıptı sıra berdik Bekirge. Barbaylığın Kazaqtın aşıp berip jatırsın. İstemesin alam dep çarşıp berip jatırsın. Şetelderдің musurun tasıp berip jatırsın. Армысыздар ағайын, мына өлең естеріңізде ма? Ей Нұрсұлтан деп. Сол өлең сөздің иесі Оқа Бақсақал атамызбен бір дастарханда болып қалдық. Жастарға не айтасыз ата? Айналып кетейін жастар, елге ие болыңдар, бастарыңды біріктіріңдер, сауатты болыңдар. Уа жаратқан Алла, жастарымды алма, өмірін алға жалға, елімді қорға, жерімді қорға, тілімді қорға. Сатқындар көп билікте, жалмасаң соларды жалма дегім келеді. Ай, рахмет аға. Аман болыңыз, көп жасаңыз, жүз жасаңыз өзіңізде. Көрінгені Құдай боп параны да көбейтті. Қазаққа қазақ жау болды. Айтшығаным не көйтті. Қоғын сүргін заманы тағы келіп жүрмесін. Жағымпазбен жайсаңдар қазағыма үрмесін. Күнім үшін күншіл боп қазаққа қазақ тимесін. Төбеде тұрып хан ен төмен жақты білмейсің. Тұрмысын айттым қазақтың, мына маған не дейсіз? Сорлатпай мына қазақты, әкімдерді жөндеңіз. Бағына келмей қазақтың сорына келген пендеңіз. Жалмады әкім еліңді, сөзме сенің сенсеңіз. Сотыңда сенің паралды, тергеушіңде паралды, полицияңда паралды, дәрігерде паралды, мұғалімде паралды. Бағынбайды заңына, олар қайдан жаралды? Олар қайдан жаралды? Kesilse de cumhurbaş, tilimdim elin kespessiz, arzan adam emessiz, arına sizden tiymeymin, aytçıgan en Nursultan, eline nege kıymeymin, osınday bolsa koğanın, süymeymin av, süymeymin. 14 жасар Қазыбек жоңғардың қоңтайшысының алдына барады. Сол жерде қазақтың біраз азаматтарын тұтқынға алады, малын олжаға алады. Сонда бір топ адаммен бірге 14 жасар Қазыбек жоңғардың қоңтайшысының алдына барып, мынандай сөз айтады. Енді салыстырып қарайық, бүгінгі 14 жасар бала осы сөздің мән мағынасын түсіне ме? Жоқ. Бұрынғы 14 жастағы баланың ойлау деңгейі жоғары. Біз қазақ қырда мал баққан елміз. Ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Реке қашпасын деп көк найзаның ішіне көтеріп таққан елміз. Басымыздан сөз асырмаған елміз. Дұшпанға еш басырмаған елміз. Дәмсізді ақтай білген елміз, достықты сақтай білген елміз. Асқақтаған қан болса, сөз ұқпайтын паң болса, қан ордасын таптай білген елміз. Атадан ұл туса, құл болам деп тумайды. Анадан қыз туса, күң болам деп тумайды. Ұл мен қызды кекке қаматып отыра алмайтын елміз. Сен қалмақта біз қазақ қабысқалы келгенбіз. Танымайтын жат елге танысқалы келгенбіз. Танысуға көнбесең шабысқалы келгенбіз. Сен Қабыланда біз арыстан алысқалы келген, жаңа үйреткен жас тұлпар жарысқалы келгенбіз. Тұтқыр сары желімбіз шабысқалы келгенбіз. Берсең дұрыстап бітіміңді айт, бермесең дірілдемей тұрсатын жеріңді айт дейді. 14 жасар баланың отты жанарымен айтылған өр рухқа толы осы сөзге мысы басылған жоңғардың қоңтайшысы босағада тұрған 14 жасар Қазыбекке қарап айтады: ай бала, осыншама сөзді айтқанда сенің орның төр екен ғой дейді, төрге шық дейді. Бағанағы жүні жығылып қалған, мысы басылып қалған. Сонда 14 жасар бала Қазыбектің айтқанын қараңызшы. Біздің қазақ дейді, жасына қарай отырып, жағына қарай сөйлейді. Менің ағаларым төрде отырса дейді, менің төбеде отырғаным емес пе дейді.